Бүгін таңертең үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазіргі Конституцияда тұрғын үйге қол соғуға болмайды, сот шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді деген ережені тұрғын үйден мәжбүрлеп шығаруға да сот шешімінсіз жол берілмейді деп толықтырған жөн деп атап өтті. Тұрғын үйге құқық бұл тек қана әлеуметтік кепілдік емес. Ең алдымен адам қауіпсіздігін негізгі шарты, әсіресе балалар үшін. Халықаралық стандарттарға сәйкес балалардың өмір сүруіне, дамуына және құқықтарын қорғауына ең қолайлы жағдайлар қамтамасыз етілуі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары туралы конвенциясы әр баланың дене, психикалық және әлеуметтік дамуына жеткілікті өмір сүру деңгейіне, оның ішінде қауіпсіз әрі тұрақты баспанаға құқығы бар екенін мойындайды. Бала үшін тұрғын үй оның әл-ауқатының маңызды шарттарының бірі. Сонымен қатар тәжірибе көрсетіп отырғандай, тұрғын үй қатынастары саласында азаматтарды баспанадан шығару кезінде олардың құқықтарын шектеу қаупі айқын байқалады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Конституциясының жобасында мемлекеттің азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдай жасаумен қатар, соттың шешімінсіз тұрғын үйден айыру және шығаруға жол бермеу туралы мемлекет басшысының ұсынысын қолдаймыз. Аталған норманы Конституциямен бекіту ең алдымен балалардың құқықтық қорғалуын күшейтіп, бұл кепілдіктерге тұрақты сипат береді. Осылайша тұрғын үйге құқық нақты әрі тиімді қорғалу механизміне ие болады.